Түнде жүк көлік жүргізушісі оларды көрмей қала жаздады. Қауіпсіздік үшін арбаға жарық қондырып береді. Жолдың шетінде ұйықтап демалып жатқанда оларды қарсақтар оятып жібереді. Осы кезде өрт сөндіргіш құрал пайдаға асады. Самир есімді жүк көлік жүргізушісі Ақтауда буксирде жұмыс істейтін егізін айтып көмектесе алатынын жеткізді. Оған хабарласып Бакуға жеткізе алатынын айтады. Самир Ақтауға дейін көлікпен жеткізгісі келді, бірақ Әділ үзілді-кесілді қарсы болады. Анасы жұмаққа кіру үшін жаяу апаруы тиіс. Самир жұмыс уақытының тығыздығына қарамастан қауіпсіздік үшін жарық түсіріп арттарынан жүреді. Келесі күні олар теңізге жетті. Самир оларды егізі жұмыс істейтін кемеге отырғызады. Іште тіпті капитанға дейін оларды жылы қарсы алды. Осылай ұлы мен анасы Әзербайжанға жетті. Райхан апа фонтан суымен бетін шайып жатқанда Әділ әуе шарын көріп артынан қуады. Қарт өзін нашар сезініп суға құлады, ал Әділ болса адасып кетеді. Әділ фонтанды тауып келді, бірақ анасы жоқ. Көмекке қала полицейі келіп, паспорт арқылы анасының есімін біледі. Сосын диспетчер арқылы тауып, жігітті ауруханаға келіп, анасымен жолықтырады. Райхан апа ауруханада ұзаққа қалмады. Өз-өзіне келген соң ұлымен жолға аттанады. Әзербайжанды артқа тастап, олар Түркияға келді. Және тура кино түсірілімі кезінде кадрдан пайда болады. Амансыздар ма? Режиссердің көмекшілері Әділді бір сценаға түсіп беруін өтінеді. Анасы көндіргесін Әділ келісті. Түсірілім біткесін Райхан апа қажылыққа бара жатқандарын айтты. Көмекшілердің бірі оған молда ағасының мекен жайын береді. Мешітке келгенде имам Сирия арқылы өтудің қауіпті екенін жеткізді. Соғыс болып жатқандықтан бүлікшілерге ұсталып қалулары мүмкін. Молда оларға арабша хат жазды. Бұнда олардың қажылыққа бара жатқаны жазылған. Хат көмектеседі деп үміттенеді. Имам азық-түлік беріп, жолаушыларды шығарып салды. Сирия шекарасында әскерилер виза болмаса өткізбейтіндерін жеткізді. Райхан апа Құран мен хатты көрсеткенде оларды жібереді. Жолда Сирия әскерлері олармен суретке түседі. Бірнеше күннен соң екеуі шекараға жақын жерде біреудің үйін кездестіреді. Үй қожайыны оларды жылы қарсы алып, түнеуге рұқсат береді. Таң атқасын үйге біреулер келеді. Үй қожайыны қонақтарын ұлының қасына жасырады. Террористер ұлын тауып алса, соғыс қалып кетеді екен. Тығылып отырғанда мылтықтың атылған дыбысы естілді. Бала уайымдап сыртқа шықса, әкесін өлтіріп тастапты. Террористер ұлын да өлтірді. Олар үйді тінтіп, қонақтарды тауып алады. Сосын Райхан апа мен Әділді көліктеріне салып, өз жерлеріне алып кетеді. Бүлікшілер басшысы заттарын тексеріп жатып, паспорттың ортасынан әскерилермен түскен суретті табады. Сосын оларды шпион деп ойлап, ұрып-соғып торға қамап тастайды. Бір кезде торға оранған қыз келді. Ол қырғыз екен. Қыз екеуіне су береді және оларды жібергелі жатқанын айтады. Бүлікшілер Әділ жаурап қалмас үшін қалың киіндірді. Сосын оларды блокпосттың жанына жеткізіп тастайды. Неге екені белгісіз, террористер кеткен жоқ. Олардың шекарадан өткендерін күтіп аңдып отыр. Шекарада әскерилер тоқтатып, Әділге үстіндегісін шешуін бұйырады. Ештеңеден күмәні жоқ Райхан апа киімді шешсе, Әділге бомба орнатылған екен. Бұл уақытта бүлікші басшысы бомбаны телефон арқылы жарайын деп жатқанда, әлгі қырғыз қызы келіп, телефонды қолынан жұлып алып, құдыққа лақтырып жібереді. Жоспары құрдымға кеткен ашулы террор оны атып тастайды. Шекара әскерлері ана мен ұлды нысанға алды және тұрған жерлерінен бір елі аттап боларын бұйырады. 2 сағаттан кейін сапер келді. Ол бомбаны шешпек болды, алайда құлыптаулы екен. Ол анасына егеу берді. Райхан апа түнімен құлыпты егейді. Әрең дегенде құлыпты бұзып, ұлын бомбадан босатады. Блокпост командирі қонақтарға кешкі ас берді. Сосын аудармашы арқылы сөйлесіп, шекарадан өткізбейтіндерін жеткізеді. Қаншама жолдан өткен Райхан апа мен Әділ кері қайтпаймыз деп шешті. Сондықтан таң атысымен шекарадан Сауд Арабиясына қарай қашады. Жолда көптеген мина кездесті, бірақ кейіпкерлерімізді Құдай сақтап қалды. Жұп Сауд Арабиясына жетті. Базарда олар қойды сатып алған Сапатты кездестіреді. Ол да қажылыққа келгенін айтып, екеуін өз қамқорлығына алады. Меккеге келгесін Райхан апа мен Әділ парыздарын өтейді. Арафат тауына шыққан соң қарт ана ұлы үшін дұға жасайды. Бірнеше күннен соң Райхан апа ауруханаға түседі. Бұл жерде ол Әділді асырап алғанын айтады. Ұлы бұны түсінген жоқ. Ол әлі де Райхан апаны туған анасы деп санайды. Бірнеше минуттан соң анасы дүниеден өтті. Жерлеп болған соң Сапат Әділге апасының жұмақта екенін айтады. Ол да екеуінің жұмақта кездесетіндеріне кәміл сенеді. Келесі күні Сапат Әділге ұшаққа билет сыйлайды. Бірақ Әділ арбасымен жаяу қайтпақ. Сапат оны жалғыз жіберуге қимады. Сондықтан Әділге бас көз болу үшін отанға бірге жаяу аттанады.